Баршаңызға сәлем. Кешкі асқа не тамақ жасаймын деп бастарыңызды қатырып отырсаңыздар, қыздар мен сияқты жасаңыздар. Пияз, яғни сәбізді осылай турап, ашып, холодильникке салып қойсаңыздар, біраз жұмыстарыңызды жеңілдетеді. Сосын оңай тамақ жасай саласыздар. Мен бүгін палау жасайын деп жатырмын. Сосын қатырылған самсаба тұрады менде міндетті түрде. Соларды дайындап, яғни самса істейін деп жатырмын. Бала-шаға ұйықтап қалған кезде барлығын дайындап қоямын. Қонақ келген кезде барлығы дайын болып тұрады. Самсам піскенше сіздерге мен бүгін гардеробымды тазалап жатырмын. Осында кимейтін біраз 2 пакет қыздар киімдер шықты. Бойдақ кезде ой кигенбіз ғой, енді осындай қызыл көйлектерді де жолдасым кигізбейді. Бұлар құрдан бекер орын алып тұрғанша өткізетін жерге барып өткізіп тастайын дедім. Сосын холодильникті ашып қалсам осындай біраз сүт, май, сгущенка шықты ғой. Бұлардан да бір нәрсе пісіріп тастайын дедім. Bir жағына булочка, бір жағына яғни бауырсақты екеуін жақсылап тұрып ашытып жатырмын. Ең қызығын айтайын ба қыздар сіздерге, осылай бір нәрсе ойлап отырып, булочкаға дрожь салуды ұмытып кетіп, сонымен енді не істеймін деп барлығын осылай жайдым да арасына май салып холодильникке қойып, как слоеное тесто қылып, круассан пісіре салайын дедім. Түрі жаман емес секілді, дәмі де солай болады деген ойдамын. Сосын баламды садиктен алып келуге бара жатырмын. Қараңыздар, сразу шыға салып осылай дүкенге жүгіреді ғой. Сіздердің балаларыңыз да солай жасай ма?